Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді сұлыдан жасалған печеньенің рецептісін ұсынамын. Менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, оның үстіне шым-шым тұз саламыз. Одан кейін қамыр қопсытқыш салып, оның үстіне сұлы жармасын салып, жақсылап қасықпен араластырамыз. Сіздерде сұлы тым ірі болса, сіздер блендерден өткізіп алсаңыздар болады. Бірақ ол міндетті емес. Одан кейін жуылып тазартылған мейізімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сіздер мейіздің орнына шоколад қоссаңыздар болады. Енді сұйық массамызды дайындаймыз. Ерітілген сары майдың үстіне қантымызды салып, жақсылап қант ерігенше араластырамыз. Одан соң балымызды салып, тағы да араластырамыз. Енді жұмыртқамызды жарып алып, оны да араластырып дайындап аламыз. Одан кейін құрғақ массамызды 4-5 ас қасық салып, жақсылап араластырып аламыз. Түйіршіктер қалып қоймауы керек. Осылай лопатканың көмегімен жақсылап тұрып араластыруымыз керек. Кейінгі бөліктерінде салып, лопаткамен араластырамыз. Массамыз кішкене сұйықтау болғандықтан, тағы да ұнды електен өткізіп алып, қосамыз. Қолға кішкене жабысатындай жұмсақ қамыр болуы керек. Толық рецепті грамдарымен өлшеп описанияға қалдыратын боламын. Сол жерден көріп жасайсыздар. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді противенге пергамент қағазын төсеп, дөңгелек формаға келтіреміз. Осы уақытта духовкаларыңызды 180-190 градусқа қосып қойыңыздар. Және де барлық печеньелерді осылай дайындап шығамыз. Бұл печеньелердің ерекшелігі өте тез дайындалады және адам ағзасына өте пайдалы, сондықтан сіздерге дайындауға кеңес беремін. Және де қант жей алмайтын кісілерге қант қоспай-ақ балды көбірек қосып жасасаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің кішкентай тоқаштарымыз дайын болды. Сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Жібек. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий жазыңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі рецептермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.